жарым күйші жазушы Таласбек Әсемқұловтың өмір баяндық автобиографиялық романын, Талтүс романын бір үзінді оқып берейін. Атасы күйші, атасы Сабыт. Бұл жерде Сабыт, өмірде аты басқаша болды. Соның әңгімесі да дастархан үстіндегі. 44 жылы лагерден босап елге қайтым. Қызымның Ақтоғайда тұратын біліп алғам, келдім. Ел іші ашаршылықтан оңалмаған. Әлі есімде белшесінен құмға батқан тоқалтанға кіріп келдім. Бір-бірімізді бірден таныдық. Қызын негізі көрмеген ғой, бұл адам лагерде 23 жыл жатып. Сені де көретін күн болады екен ғой құда деп аңырап жылағанын көрсең. Ақсақ адам басы кіндігімнің тұсында тұр. Қолтығынан көтеріп төс-төс тұрды. Бұл жерде ол құдасы туралы айтады да, қызының қайнатасы туралы, атасы туралы. Бір-біріңізді көрмегеніңізге қанша болып еді, деді Тілеубек. Бір-бірімізді бірінші рет көрдік, нансаң. Өйткені Сабыт Қытайда болды, сосын лагерде болды, қызын 3 айынан бастап көрмеген ғой. Енді қызына алғаш рет келіп тұр, құдасымен де алғаш рет кездесіп тұр. Сабыт, сенсең осы дегенде иығын кере жадырап, жан жағына қаранды. Ойпыр-ай, тағдыр ғой, не істейсің? Кенесары жарықтық, ауре болмаңыз десем қоймай, іздеп жүріп мал тапты. Туған елдің дәміне не жетсін? Сойғаны үйірде жүрген кәрі теке. Демек, сасық теке ғой. Бар табалғаны сол, жоқты қайдан алады? Бар болса ту бие соятын жомарт еді ғой. Сонда деймін ау, сол текен көк шандыр етіндей тәтті ет жемеген деймін. Орап-орап бір соққан шығарсың жездеке. Тілеубек кеңкілдей күлді. Рас айтасың, деді Сабыт басын ізеп. Содан құдам маған күй тартқызам деп, дөм елді шулатып, домбыра іздестірді. Тапты ма? Тарттың ба? Жоқ, таба алмады. Сонда не амал қылдың? Аузымен күй шертіп бердім, нансам. Аузымен дейсің бе? Қойшы жездеке, айта бересің ау сенде. Несі бар, деді шерім. Біздің ән салғанымыз сияқты ғой. Әндетіп, шертіп бересің, болды. Дұрыс айтады, деді Сабыт. 23 жыл абақтыда жүргенде жынданып кетпегенін осы күй шерткендігімнен шығар. Баракта жатқанда ойша шертесің. Қарағай шабуға барғанда ыңылдап айтасың. Кейіннен айдауда бірге жүрген қазақтар жаныма көп үйрелетін болды. Олардың да көңілін осы күймен демдедім. Бақсам, солардың көңіліне медеу болыпты бұл күй. Осылайша шерте-шерте керемет шеберлікке жеттім, деді Сабыт күліп. Баяғыда 52 жылы ғой деймін, мынау Аякөзде тұратын Айтбай келіп менімен күй шертісті. Ол да асқан домбырашы еді ғой. Сонда тәтекеңнің көкекестісін аузымен шертіп бергенде шалқасынан түсті. Ойпыр-ай, Сабыт, тұра домбырамен шертіп отырған сияқтысын, деді. Кетерінде қой, бұл өнерді мен де үйренейін деп кетті. Сонда ауызбен күй шерту, күй тарту деген қазақта да өнер бар екен. Талтүс кітабы Меломан Каспийде бар. Іздесеңіз, Таласбек Әсемқұлов авторы. Және Таласбектің шәкірттерімен мен тәуелсіздік күніне орай Астанада бір лекция-концерт күйге арналған, шертпе күйге арналған лекция-концерт ұйымдастырып жүрмін. 16 желтоқсан сағат 13:30 адресі Астана, Шәмші Қалдаяков көшесі, 13 үй, өзге эпик деген кеңістік. Ол бисквит деген кафе бар, сол бисквит кафенің сол жағындағы есік. Келіңіз, кіру құны 4000 теңге.